Сәлем достар, сіздермен бірге Венера Хан. Бүгінгі тақырыпта PromoFlow программасы арқылы қалай подписчик жинауды және де қалай іске қосуды үйренетін боламыз. Видеоны бастамас бұрын подписка жасап, лайк басып, комментарияға өз ойларыңызды жаза отырыңыздар. Мен міндетті түрде қарайтын боламын. Ал кеттік достар. PromoFlow'ның логотипі осындай сары болады, қол суреті бар. Соған кіреміз. Оны Play Market'тен жазып аламыз. Кіреміз, кіргеннен кейін сізде плюс деген тұрады. Оған сіз деген добавить Instagram аккаунт дегенге кіресіз, басасыз. Instagram логин жазасыз. Instagram логин ұмытпаңыздар. Сосын паролін жазамыз. Сосын окейді басасыздар. Авторизация аккаунты деп тұрады. Сәл күтеміз. Міне шықты. Осыған кіреміз. Осылай подпискалар жүріп жатады. Сізде әзірге PromoFlow свернуть етіп, Instagram'да ашамыз. Instagram'да ашқан кезде осылай өзіңіздің топқа кіресіз, өзіңіздің страницаңыздан топқа кіресіз. Сосын топқа кіргеннен кейін топта өзіңізге, яғни керекті аккаунт, яғни өзіңіздің тақырыбыңызға байланысты қандай тақырып сізде сол бойынша аккаунтқа кіресіз. Яғни мен мысалға бір аккаунтты алайын. Сол аккаунттың ішіне кіресіз. Мұнда деген подписчики деген тұр. 50 мыңнан жоғары подписчик көптерді ала беруіңізге болады. Сосын 3 точканы басасыз. Сосын сол жерде скопировать URL профиля деген тұр, соны басасыз. Пока Instagram свернуть етіп қоямыз. Мұнда кіреміз. Қайтадан PromoFlow'ға кірдік. Осы сарыны басамыз да. Менде мұнда әлі отменить деп қойын, отменить задание. Сосын міне сарыны басамыз да. Выполнить подписку лайкинг дегенді басамыз. На аудитория аккаунта. Сосын жаңағы URL профильді копировать етіп алдық, соны ставить ете саламыз да. Окейді басамыз. Запуск уже кетіп жатыр. Міне старт задание. Уже біз задание бердік. Уже сол жаңағы профильдан, уже аккаунттан сізге подписчик жинап жатыр PromoFlow. Енді SMS рассылка туралы көрсетіп кетсем, рассылка шаблон деген бар, рассылка кіресіз, сода плюс бар. Осыған өзіңіздің жаңағы текстіңіз жазасыз, адамдарға SMS-іңіз, жіберетін SMS-іңіз. Мен мысалға жазып қойдым. Сосын текст жазып шығамыз да, мына жерде шаблонный сообщение, мында рассылка жіберетін біреуін таңдайсыз. Міне өзіңіз әртүрлі шаблонда жазып қоясыз. Таңдап, уже міне отправка сообщение кетіп жатыр. Сообщение отправлен дейді, ошибка дейді кейде. Бірақ көбіне жібереді сообщенияларды адамдарға, міне подписка жасалған адамдарға. Жаңағы аккаунт бар ғой, Instagram'ның страницасы, сол аккаунттағы адамдардың барлығына SMS рассылка жібереді және подписка жасайды. Бұл өте керемет программа. Осы рахмет назарларыңызға. Сіздермен бірге Венера Хан. Келесі қандай видео шығарайын жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.